Стационарды алмастыратын көмек тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі аясында да міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде де көрсетіледі. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі бойынша мынадай көмек көрсетіледі. Әлеуметтік маңызды ауруларды емдеу, диагностикалық бақылауға жататын созылмалы ауруларды емдеу. Ал міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде стационарды алмастыратын медициналық көмек түрлері мынадай. Бейінді мамандар қарап тексереді, консультация жасайды. Диагностикалық қызметтер, зертханалық диагностика. Медициналық манипуляция, түрлі ем және хирургиялық операциялар, дәрігерлік заттардың, медициналық бұйымдардың көмегімен қауіпті ауруларды емдеу. Жоғары технологиялық медициналық қызметтерді пайдалану, қалпына келтіру емі және медициналық оңалту. Мүмкіндігі шектеулі адамдардың созылмалы ауру асқынғанда, жағдайы ауырлағанда үйде стационарлық көмек көрсету. Стационарды алмастыратын көмектің бизнес процесін қарастырайық. Медициналық санитарлы алғаш көмек маманы пациенттің диагнозына қарай диагностика мен клиникалық емнің хаттамасының негізінде қажетті клиникалық диагностикалық зерттеу жасайды. Бейінді мамандардың консультациясы. Бейінді мамандардың ұсынысымен үйдегі стационарда және күндізгі стационарда емделіп жатқан пациенттің медициналық картасынан үзінді дайындайды. Емдеуге жатқызу бюросының порталында аурулардың халықаралық жүктемесі 10 кодтарына сәйкес негізгі диагнозды көрсете отырып, тәулік бойғы стационар жандағы күндізгі стационарға, амбулаториялық емханалық ұйымдар жандағы күндізгі стационарға және үйдегі стационарға жоспарлы түрде емге жатқызу күнін тіркейді. Жоспарлы емге жатқызу күнін қабылдаушы тарап медициналық ұйымға түскен жолдамалардың кезегіне қарай анықтайды. Амбулаториялық емханалық медициналық ұйымдардың жанындағы күндізгі стационарда кімдер емделеді? Әлеуметтік себептерге байланысты стационарда жатып емделуге мүмкіндігі жоқ 1 жасқа толмаған емізулі баласы бар ана, 3 жасқа дейінгі балалары бар ана, мүгедек жанды күтіп қарап отырған адам тәуліктік стационарда емделеді және тексеріледі. Тәуліктік медициналық бақылауды талап етпейтін созылмалы аурулар асқынғанда, динамикалық бақылауға жататын созылмалы ауруы бар пациенттерді белсенді түрде жоспарлы сауықтыру. Аурудың халықаралық жүктемесі 10 коды бойынша аурулардың тізбесіне қарамастан стационарлық емдеуден кейін келесі күні пациентті күндізгі стационарда терапиялық бейінді емдеу. 3-ші кезеңдегі оңалту курсы паллиативтік көмек. Тәулік бойғы стационар жанындағы күндізгі стационарға қандай жағдайда жатқызылады? Егер операция жасалатын болса, ота алдындағы дайындық және реанимациялық көмек қажет болса, алдын ала әзірлік талап ететін және амбулаториялық емханалық медициналық ұйымдарда жоқ күрделі диагностикалық зерттеулер жүргізілгенде, қан препараттарын оның орнын алмастыратын сұйықтықты көк тамырға құю, әсіресе күшті препараттар инъекциясы, буынға дәрілік заттар салуға байланысты бақылау және емдеу. Аурулар тізбесіне қарамастан стационарлық емнен кейін келесі күні пациентті күндізгі стационарды толық емдеу. Тәулік бойғы стационарда емдеу үшін аурулардың халықаралық жүктемесі 9 кодына сәйкес аурулардың тізбесі бойынша операциядан кейін келесі күні емдеу. Паллиативті көмек, химиотерапия, сәулелік терапия, мамандандырылған емнен кейін онкологиялық пациенттердің патологиялық жағдайын түзету. Денсаулығына байланысты күндізгі стационарға өзі келе алмайтын және тәулік бойы бақылауды қажет етпейтін науқасқа үйде стационарлық көмек көрсетіледі. Күндізгі стационар маманы. Пациент күндізгі стационарға немесе үйдегі стационарға түскен жағдайда медициналық құжаттама толтырады. Емдеу бағдарламасына сәйкес бағдарламалық терапия алатын науқастардан өзге күндізгі стационарда емделіп жүрген пациенттерді күнде қарап тексереді. Күндізгі стационарда және үйдегі стационарда алмастыратын көмек алып жүрген пациентті қарап тексереді. Еміне түзету енгізеді, қажет болса қосымша зертханалық медициналық құралдармен тексеруді және бейінді мамандардың консультациясына жібереді. Жағдайы жақсарған және стационарда алмастыратын көмекке мұқтаж емес пациентке терапияны жалғастыру қажет болса, тіркелген жері бойынша медициналық санитарлы алғашқы көмек маманның бақылауымен амбулаториялық ем алуға жіберіледі. Кенеттен науқастың жағдайы нашарласа, дәрігерлер шұғыл медициналық көмек көрсетеді және жедел медициналық көмек бригадасы пациентті тәулік бойы стационарға жеткізеді. Осымен стационарда алмастыратын көмек аяқталады.